Қызғаныш оты. Авторы Алима Есенқұлова, оқыған Гүлайым Әмзеева. Сәбираның балалық шағы көршілердің балаларындай бақытқа толы болмады. Тағдырдың сынағы кішкентай қыздың мойнына ерте бастан-ақ ауыр жүгін артты. Әкесі науқас анасын тастап, басқа әйелдің соңынан кетті. Сәбира 5-ші сынып оқып жүрген кезінде анасы инсульт алып, бір жақ қол-аяғы жансызданып, мүгедек арбаға таңылды. Емдеуден еш нәтиже болмады. Айман 30-дан асқан шағында денсаулығынан айырылып, мүгедек жанның күйін кешті. Осы күнге дейін тірек болып, көмек қолын созып тұрар анасы да 1 жыл бұрын дүниеден озды. Енді бар үміті қызы Сәбирада. Кішкентай қыз анасына қамқор бола бастады. Жайлап тамақ жасауды да үйренді. Айманның үйі ауыл шетіндегі ескі үйлердің бірі еді. Сәбираға ең қиыны от жағу болатын. Көршілері бұларға жаны ашып отынын жарып, кейде ыстық ас та әкеліп беретін. Бұрыннан келе жатқан көрші әйел бұл отбасына жақындай болып кеткен. Фатиманың адамгершілігі мен қарапайымдылығына өзге жұрттың бәрі сүйсінетін. Өздері жақсы тұрса ешқандай көкіректік пен менмендікті білмейтін, жүрегі имандылыққа толы еді. Айманның үйіне жиі келіп, келіншекті моншасына түсіріп беретін. Сәбира да Фатима апайға әбден бауыр басып та қалды. Сәбираның кішкентай жүрегі мен қоңыр көздері ылғи мұңға тұнып тұратын. Бар уайымы анасының денсаулығы тез жақсарып, қатарға қосылып кетсе екен деп жаратқаннан жиі тілейді. Нағашы әжесінен қалған жайнамазды тастамай, ылғи бөлмедегі шкафтың жоғарғы жағына қойып қояды. Бүгін де анасына кешті асты берген соң, қолына жайнамазды алып, кілемнің бетіне мұқият төседі. Кішкентай алақандарын жайып, аузын кемсеңдете, «Я Аллам, анам тезірек жазылып кетсінші, көмектесші, анам жүріп кетсе маған ештеңе керек емес, тәтті шоколад та, қымбат киім де сұрамаймын, Алла», деп Сәбира тағы да ағыл-тегіл жылады. Бала көңілі сондай нәзік те шынайы еді. Таң ата жұмыртқа қуырып, шай қайнатып Сәбира дастархан жайды. Анасы да ұйқысынан ояныпты. Сәбира анасын киіндіріп, беті қолын жуды. Зілдей темір арба өте ауыр еді. Ас үйге келіп, анасы мен қызы тамақтанып алды. Күн жексенбі болған соң, Сәбира анасын алып таза ауаға шықты. Жарық күннің нұрлы сәулесі мен даланың жұпар ауасы өте керемет еді. Айманды әр таң сайын қызының нәзік үні мен сыңғыр күлкісі қуантатын. «Анашым, қайырлы таң» деген сөзі жүрегін елжіретіп жіберетін. Қаршадай қызының ақылы кейде ересек адамның ақылындай. Айман өткен өмірдің тұңғиық мұңына батып, ауыр ойдың шырмауына жиі түсіп кететін. Тұрмысқа 20-дан аса шықты. Күйеуі Еркін машинист қызметін атқарды. Айман бірнеше жыл перзент сүйе алмай, күндіз-түні жылап сұраған тілегі қабыл болып, қызды болды. Сәбираны да ұзақ толғанып, ақыры кесір тілігімен босанды. Еркін алғашқыда қызды болғанына қатты қуанып, отбасына қамқор әке болды. Айман бастауыш сынып пәнінің мұғалімі тұғын. Сәбира алғаш мектеп табалдырығын аттағанда, әкесі тілашар тойын жасап, туыс әріптестердің басын қосқан. Ерлі-зайыптылардың қарапайым өмірі сол кездері бақытқа толы еді. Сәбира 4-ші сыныпқа өтіп, бастауышты аяқтар кезде Айманның денсаулығы сыр бере бастады. Алғаш рет жүрек тұсы шаншып, сырқаты үдеп ауруханаға түсті. Еркіннің бұрын алған несиесінің пайызы өсіп, оның үстіне әйеліне де емге біраз қаражат керегін ойлап, шарадай басы шақшадай болды. Ойлана келе уақытша пәтер жалдап, үйлерін сатуды жөн көрді. Еркінде басқа амал да жоқ тұғын.
бір жағы несие алқымынан алып, бір жағы дәріге ақша таппай басы қатты. Үй алатын адам да аяқ астынан табыла кетті. Еркін бұл жаңалықты Айман ауруханадан шыққан соң бір-ақ айтты. Күйеуінің бұл жаңалығы Айманның жүрегіне тікендей батты. Менімен ақылдаспай, шешімді өзің қабылдап қойған соң, несіне сүйінші сұрайсың? Енді қайда барамыз? Деп келіншек ауыр күрсінді. Бірнеше жыл тұрған бақытты шақтары бірге өтіп, өмірге алғаш тұңғыштары келген баспана да айтылған бағасына сатылды да кетті. Кең үйлерін сатып, ерлі-зайыптылар кішкентай қос үйді жалға алды. Өз үйінде асыр салып ойнайтын Сәбира бұл жерде өкпесі қысылғандай ештеңеге зауқы соқпады. Қызының мұңлы жанарын байқаған әкесі көп ұзамай жаңа әдемі үй аламыз қызым, сенің өз бөлмеңді қалағаныңдай жасап беремін, деп еркін қызының жүрегіне бір үміт ұялатты. Айман денсаулығына байланысты жұмыстан бір жолата шықты. Жақсы ұстаздарына көздері үйреніп қалған шәкірттері де ұстаздарын қимай шығарып салды. Үй жайын реттестіріп болған соң еркін жұмысына шықты. Алдында ұзақ жол. Әдеттегідей пойызда адам көп. Бұлар Алматы вокзалына келгенде көктемнің әдемі таңы да атып қалған еді. Еркін ойламаған жерден бұрынғы сыныптасы Арайды пойыздан кездестіріп қалды. Талдырмаш нәзік қара қыз әлі де өзгере қоймапты. Баяғыдай ашық жарқын қалжыңқой. Арай қазір нағыз қаланың сұлу сылқымына айналыпты. Киген киімі де талғамына сай. Қуыршақтай қыз расымен де өте сұлу еді. Еркін екеуі біраз әңгімелесіп, телефон нөмірлерімен алмасты. Жұмысы аяқталып үйге келген Еркін үй ішінен өзіне деген жылулықты сезіне алмады. Айман да тұйықтанып, күйеуіне ашыла қоймады. Сабақтан келген Сәбира әкесін көре сала, «Пап, қашан келдің? Бұл жолы не әкелдің?» Әкесін бас салды. Еркін қызына әкелген тәттілерін беріп, Сәбираны бір қуантып тастады. Айман кешкі асты әзірлеп, дәрілерін қабылдады. Әйелін сағынған Еркін оның жанына жақындап, біраз әңгіме айтқысы келген. Бірақ Айман теріс қарап, терең күрсінді. Еркін таң ата шаруаларымен қалаға шықты. Айманның да алатын біраз дәрісі болған соң, оны да алып келуді жөн көрді. Жол үстіндегі Еркіннің ойын телефон шырылы бұзып жіберді. Хабарласып жатқан Арай екен. «Сәлем Еркін, қал жағдайың қалай? Айдың аяғында Дархан ұлының сүндет тойын жасағалы жатыр. Сені де шақырды. Телефон номеріңді алған. Сонда да өзіңе хабарласып қояйын деген едім. Келіншегіңді алып келерсің», деп екеуінің әңгімелері одан әрі жалғасты. Еркін әңгіме соңында: «Жарайды Арай, көріскенше, Алла қаласа барып қалармыз», деп телефонын қойды. Арайдың сөйлеу мәдениеті қандай сыпайы еді. Мектепте сондай нәзік даусы мен сымбаттылығы талай жанды сүйсіндірген еді, деп Еркін іштей жымиды. Осы уақытқа дейін сыныптасының тұрмыс құрмағанына қатты таңырқады. Өткен жолы бұл сұрақты қоюға ыңғайсызданған. Қаладағы шаруаларын бітіріп, жолай дәріханаға соғып, Айманның керекті дәрілерін алды. Сәбираға да сурет салатын дәптерлер мен түрлі түсті қарындаштар алды. Көп ұзамай сыныптасы, әрі досы Дархан хабарласып, Еркінді қуантып қойды. Бірнеше жыл бірін-бірі көрмей, Арайдың арқасында екі дос қайтадан бір-бірін тапты. Дархан да отбасын құрыпты. Кеш үйленген сынды. Бір қыз, бір ұлы бар екен. Кішкентайының сүндет тойын жасап, соған құрбы құрдас, жекжат жүратының бәрін шақырыпты. Еркін, досым Айман екеуің тойдың қадірлі қонағы болыңдар, қалып кетпеңдер, көріспегелі біраз болды, басымызды қосайық, келіншектер де бір-бірімен таныссын, деп Дархан досымен жылы қоштасты. Кешкі ас үстінде Еркін бұл жаңалығын Айманға қуана жеткізді. Айман қабағын шытып: «Қайдағы той Еркін? Жол жүріп той тойлайтын денсаулығым да, көңіл күйім де жоқ. Несіне мәз боламын? 2 күннің бірінде сырқатпын», деп күнде айтатын әңгімесін және бастады. Еркін әйеліне жылы сөз айтқысы келіп,
Айман, олай тым тұңғиық түбіне бата бермеші, бәрі жақсы болады, анда-санда сыртқа шығып ойды бөлген дұрыс, деп қанша жылытқысы келгенімен Айман бұл сөздерге селт етпеді. Аздан соң, жоқ, бармаймын, өзің барып қайтарсың, деп соңғы жауабын нақты айтты. Салтанатты мейрамханаға қонақтардың алғашқы легі де жинала бастады. Гүлдей құлпырып Арай да келді. Бұл жолы бұрынғыдан да сұлу, тым нәзік болып кетіпті. Еркін басында танымай да қалды. Барлық класстастар өзінше бір үстелге жайғасты. Бәрінің бастары қосылып, әңгімелері одан әрі қыза түсті. Достар тос сөйлеп, би биледі. Еркін Араймен біраз бидің басын қайырды. Той өте көңілді, қызықты өтті. Тойдан соң бәрі тағы да басқа мейрамханаға барып қуанышты одан әрі жалғастырды. Арай мен Еркіннің әңгімелері таусылар емес. Арайдың жанында Еркін өзін өте бақытты, көңілді сезінді. Әңгіме үстінде Арай, Дархан мен Сәуле жарасымды, бақытты жұптар, көз тимесін, Дархан отбасын кеш құрса да жарын жақсы таңдапты деп сөзінің соңын бір өкінішпен аяқтағандай болды. Еркін де Сәулеге қарсы сұрақ қойды. Иә, бақыттары баянды болсын, шын тілектеспіз. Арай, өзің айтпақшы, уақыт зымырап өтуде. Осы уақытқа дейін неге тұрмысқа шықпай жүрсің? Сендей ақылды, сұлу қызды жігіттер қалайша көрмей жүр? Деп көптен бері сұрағына жауап алғысы келді. Арайдың түрі бұзылып, иә, ол өте ұзақ әңгіме. Еркін, тұрмысқа шыққым келіп, бір оңбағанға оңбай алданып қалдым. Басында оның шүбәсіз сезімі мен жылы сөздеріне есім кетіп, оның үйленеміз дегені не өтірігіне сеніп қалдым. Кейіннен ол екі жүздінің бет-пердесі ашылып, үйленген болып шықты. Менімен тек ақша үшін бірге болған екен. Өзіме де обал жоқ деп Арай көзінің жасын бір сығып алды. Еркін бұл сұрақты қойғанына қатты ыңғайсызданып, кешір Арай, мен білмедім, көңіл күйіңді түсіріп жібердім, кешірші деп төмен қарады. Арай лезде өз-өзіне келіп, ештеңе емес Еркін, өмірде бәрі болады. Қой, ортаға қосылайық, тым көңілсіз болып кетті мұнда, деп дастархан басына екеуі қайта жайғасты. Еркін досының үйінде 2 күн қонақ болып қайтуға жиналды. Кетер алдында Арай екеуі түскі асты бірге ішіп, жаяу біраз серуендеді. Жас, қызық кездерін еске алып, кластың қызықты хикаяларын айтып, уақыттың қалай өтіп кеткенін де байқамай қалды. Арайды шығарып салған соң Еркін автобекетке бет алды. Сәбира әкесінің келгеніне қатты қуанып, Алматыдан келген базарлықты алған бойы томпаңдап бөлмесіне кетті. Айман Еркіннен ештеңе сұрамаса да, күйеуі тойдың қызықтарының біразын айтты. Дұрыс, сау адамға көңіл көтерген қашанда жақсы ғой, біз сынды дәрі қабылдап, 4 қабырғада қадалып отырмайды, деп Айман ащы мысқылмен күйеуінің бетіне бажырая қарады. Еркіннің сабыры таусылайын деді ме, бұл жолы өктем үнімен: Айман, саған не болып жүр өзі? Соңғы уақытта сені мүлде түсіне алмай жүрмін, қасыңа да жуытпайсың. Не болғанын түсіндіріп айт, адамша, ашуға бой алдыра бермей. Сен тойды ойлап жүре берсең, мені түсінесің, деп дәрісін қабылдаған Айман бұл жолы да қабағы ашылмай бөлмесіне кетті. Бұл әйел мені жындандырып тынатын шығар деп Еркін басы әбден қатты. Жарты сағаттан соң Еркін де бөлмесіне кіріп ұйқыға жатты. Бұрынғы жартас сол жартас деп Айман бүріскен күйі теріс қарап жатыр. Еркіннің ұйқысы қашып, сан ойлар шегіне жете алмады. Досы Дарханның отбасылық өмірі расымен де үлгі етерліктей. Жары Сәуле күйеуіне жаны қалмай жылы сөзін айтып, патшадай сыйлап, көрер көзге сондай жылы отбасы. Неге біз басқалар сынды бола алмаймыз? Айман мені әлде жақтырмай ма? Деп сан түрлі ойлардан санасы қалжырап, түннің бір уағында көзі ілініп кетті. Таң ата Еркіннен бұрын оянған Айман Еркіннің телефонын алып суреттерге көз жүгірте бастады. Той расымен де керемет өткен сынды. Мейрамхананың өзі тым қымбат көрінеді.
келесі суретке көзі түскен Айманның бойын қызғаныш билеп, күйеуінің қасында майысып тұрған қуыршақтай келіншекке тесіле қарап, «Мынау кім тағы? Қаланың зымиян сылқымдарының бірі шығар», деп өз-өзін іштей жей бастады.